Саламатсыздар ма, Шебе ханымдар, қалайсыздар? Бүгін чайник астына қоятын тоқитын боламыз. Мына крючогым 3, мына жібім иран жіптің қалтық жіптеріңіз болады ғой, содан тоқсаңыздар болады. Гүлді де солай тоқсаңыздар болады. Гүлді бірыңғай бір түстен тоқу міндет емес. Қалтық жіптеріңізден тоқи бересіздер. Мынандай көрсетпей қойдым ба? Мінекей былай саусағымызға осылай орап аламыз дағыны. Мынаны ұзындау болайық, тартуға тура келетіндей қылып сөйтеміз да, осының ішінен жұмыс жіп шығарамыз дағыны. Бір тоқып аламыз. Сөйтіп осының ішінен кружокқа жіп ілу арқылы 12 рет алайық. Міне осылай. Анау 3 көтеріп алғанымызда 12-ге саналады. 14 алайық. Так, мінекей екеуін бір. Екеуін бір тоқиық. Міне. Мынаны санағанда екеу алдық. Мынаны санамағанда 14, мынау екеу кетті ма? Енді 12. Так, 14 алуымыз керек. Үшеу, төртеу, бесеу, кружокқа жіптілеміз, кольцоның ішінен жұмыс жіп шығарамыз. Екеуін бір тоқимыз. Дәл өстіп 14 алайық. Мынау қазір 6 болды. Ал 14 алып тоқиық. Мінекей 14-ті алып тоқып келдім. Енді мынаны шамалы тартамыз. Қысқа жібімізді. Сөйтіп бағанағы мынарада 3 рет көтеріп алған неміз бар емес па? Соған апарып бекітеміз. Соған әкеп бекітеміз. Енді осы 14-ті 28 қыламыз. 14, 28 болады, 3 көтеріп аламыз. 1, 2, 3. Мынаны жасырып 40 тастай саламыз. Енді кружокқа жіпті іліп аламыз. Бір жерден 2 рет аламыз. Екеу болды. Кружокқа жіптілемін. Келесі өрімнен аламын. Міне келесі өрімнен аламын. Екеуін бір тоқим. Кружокқа жіптілем. Тағы сол жерден алам. Сол кезде 14 өріміміз 28 өрім болып шығады. Дәл өстіп көбейтіп алайық. 14-ті 28 қылып алдық. Енді нараға бекітеміз. Бекітеміз. 1, 2, 3 көтеріп алдым. Кружокқа жіптілеміз. Сөйтеміз дағыны. Мынаны астынан аламыз деп. Енді кружокқа жіптілеміз деп өрімнен аламыз. Кружокқа жіптілеміз дағыны. Мынаның астынан аламыз. Екеуін бір тоқимыз. Кружокқа жіптілеміз дағыны. Келесі өрімнің үстінен аламыз. Кружокқа жіптілеміз да келесі өрім. Мынаның үстінен алдық қой, мынаның астынан аламыз. Біреуінің үстінен, біреуінің астынан аламыз. Сол кезде сызық болып ұзор түседі. Астынан алып атқандар ұзын сызық болып түседі өзі.
Бұл постоянно осындай болады енді. Осылай тоқылады бұл. Ортасына қазір бір өрім қосып тұратынбыз ғой, келесі жолы 2 өрім қыламыз. Так, келесі өрімді үстінен аламыз, өрімнен. Өстіп айналдырып тоқып шығайық. Мынаны үстінен алып, мен мынаны астынан аламын. Дәл өстіп тоқып айналдырып шығып, бекітейік. Біреуді келесі жолы 2 қыламыз, одан 3 қыламыз. Осы кей сызық болып түседі. Айналдырып тоқып шықтым. Бірада енді бізді жіп көбейген жоқ. 28 жіпті, біреуін астынан тоқып узор шығардық та, біреуін үстінен тоқып алдық. Енді үстінен узор шығарғанымыз узор болып тоқыла береді. Жаңа 1, 2, 3, бағана бір үстінен тоқыдық қой, үстінен тоқығанымыз узорымызды, үстінен тоқығанымызды. Осы үстінен тоқығанымызды біреу еді ғой, үстінен тоқығанымыз, соны 2 қыламыз. Енді арада біреу тоқылды, екіншісі мына. Енді осы жолда жіп қосылып жатыр. Келесі жол жіп қоспаймыз, өзі тоқылады. Мына кружокка жіп білеміз да, мынау узор жібіміз. Осылай алған жібіміз бағанағы. Осылай алған узор шығарған жібіміздің ортасында бір жіпті үстінен тоқығанбыз. Соны қазір біз 2 қылып тоқимыз енді соны. Сөйтіп бір жіп қосылады. Осындай бір-ақ өрім тұғын, қазір енді осы жерден 2 рет аламыз. 2 болды. Енді кружокка жіптілеміз да, узорымыз, астынан алатын узорымыз сондай узор болып тоқыла береді. Осы узордың ортасынан жіпті жаймен көбейтіп отырамыз ғой. Өз өрімнен алып тоқылады. Бағана бір өрім тоқығанбыз. Сол бір өрімді енді қазір 2 өрім көбейтіп жатырмыз. 2 тоқыдық. Енді астынан алатын узорымызды тоқимыз. Астынан алғанымыз осыны постоянно бұл енді осы кей кетеді. Узор болып, сызық болып түседі. Соның ортасынан көбейіп тұрады енді бізде жіп. Бағанаға бір өріміз. Бір өрімді, бір өрім тоқимыз да, қасынан тағы бір өрім қосып аламыз. Бір өрім, 2 өрім болды. Узорды узор тоқимыз. Мынауымыз узор біздің. Оюымыз, сызығымыз. Осылай тоқи береміз. Аяғына дейін тоқимыз өстіп. Бекітіп, дәл өсін тағы бір тоқимыз. Мінекей тоқып шықтым. Әр узордың ішінде 2 өрімнен алып тоқып шықтық. Бағана біреу еді, 2 узордың ортасында біреу еді ғой, соны 2 қылып айналдырып шықтық. Енді дәл осыны өз орнына тоқып шығамыз. Жаңа жіп қостық, енді жіп қоспай орнына тоқып шығамыз. Мына 2, бағана бір өрім, 2 өрім болдық. Енді узорымызды тоқимыз. Орнына тоқимыз. Жіп қоспай орнына тоқып шығамыз. Бағанағы бір өріміміз, одан кейін тоқып, оны 2 қылғанбыз. 2 өрімізді осылай тоқып аламыз. Сөйтеміз да, узорымызды узор тоқимыз. Узор осы сызық болып, узор болып қалады. Узор болып қалу үшін біз оның өрімнен емес, астынан алып жатырмыз. Өзде ол узор болып шығады. Дәл өстіп орнына тоқып шығамыз. Жаңа жіпті қостық, енді қоспаймыз. Аяғына дейін тоқып, нараға кеп бекітейік. Әр узордың үстінен 2 өріміміз бар еді ғой, енді соны 4 қыламыз. Бекітіп алдым.
сөйтемде кружокта жіпті ілеміз дағыны. Арада мына узор мен мына узордың астында 2 өріміз бар. Соны енді 4-еу қыламыз. Бір жерден бір өрім үстінен 2 рет аламыз осында. Төрт өрім тоқып алдым. Кружокқа жіптілем да узор тоқим. Узорымызды. 2 узордың ортасында 2 өріміз бар. Соны енді 4-еу атымыз. Мына узорымыз, мына узорымыз. Мына 2 өрім. Мынадан 2 рет, мына өрімнен 2 рет алсаңыз 4-еу болады. Өстіп аяғына дейін барамыз. Сөйтіп бекітеміз. Узорға келдік. Узорымызды узорып тоқимыз. Ол өзгермейді ол. 2 узордың ортасынан қосылып отырады жіптер. Узорымыз осылай кете береді. 3 бұрыш болып, жаймен жалпайып үлкейеді. Содан кейін бокалдың астына қоясыз ба, кесенің астына қоясыз ба, чайниктікі ма, әрқайсының размермен тоқимыз. Мысалға өзім сойраға барған кезде айтып түсіндіретін болам. Аяғына дейін тоқып бекітейік. Енді төртінші 4-еу көбейтіп алдық қой. Енді өзінің орнына тоқимыз. Бекіткен кезде мына жерді мен мына немен аяқталады екен ғой. Узормен аяқталады екен. Яғында 4 жіп, яғында 4 жіп, ортасында узор. Бекітемін. Енді бір қатар жаңа 2 жіпті 4-еу алдық қой, 2 жіп 4-еу алдық қой. Енді бұл жолы орын-орнына тоқимыз. Келесі жолы 4-еуді 6-ау қыламыз. 6-ау тоққаннан кейін орын-орнына тоқимыз. Мына 4-еу қалдық, қазір орын-орнына тоқимыз. Өстіп көбейте береміз. Кімге қандай размер керек, соны тоқимыз. Қазір мына 4-еуді 4-еу тоқып шығамыз. Орын-орнына. Бір рет қосамыз жіпті, бір қоспай орын-орнына тоқимыз. Қазір мына 2-еуді 4-еу алдық, сол 4-еуді орын-орнына тоқимыз. Келесі жолы 4 жіпімізді 6 жіп қылып аламыз. Төртеу тоқылды. Енді узорымыз өзгермейді, сол узоркей тоқылады осылай. Узоркей тоқылады осылай. Енді 4 жіпімізді орын-орнына тоқып аламыз. Қосып атқан жоқпыз. Төрт жіпімізді тоқып шықтық. Мына узорымызды өзінің орнына тоқимыз. Сызық болып түсу керек. Мына узорымыз мынау екен. Узорды узорып тоқимыз. Сызық болып түсу керек осындай. Төртеу. Осыны айналып әкеп бекітеміз да, содан кейін 4-еуді 6-ау қыламыз. 6-ау қылғаннан кейін сол 6-ауды орнына тоқимыз. Қазір 4-еуді орнына тоқып жатырмыз ғой, келесі айналғанда 4-еу 6-ау болады.
бірақ алтауды орнына тағы бір тоқып шығамыз. Одан кейін барып көбейте береміз, көбейте береміз. Кімге қанша размер керек, сол размерге дейін тоқимыз. Төртеу болды. Төртеуді бір айналып алдық орнына. Келесі жолы алтау аламыз. Алтауды орнына бір тоқып аламыз. Содан кейінгі өрімде 8 қыламыз. 8-ді орнына тоқимыз сосын. Сөйтіп көбейтеміз. Екі жіптен көбейтіп отырамыз. Кімге қанша размер керек, соға дейін тоқи береміз. Дәл осы мынандай сызық узор болып шығады. Араға дейін тоқып келейік, айналдырып. Төртеуді бір айналып шықтым, орнына тоқып шықтым. Енді төртеуді енді алтау қыламыз. Жіп қосу арқылы алтау жасаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алтау. Бір, екі, үш, төрт, бес, алтау болды. Так, енді узорды вообще өзгертпейміз. Бұл өзі ерекше сызық болып түсу керек сорада, иә. Узорды біресе жіпті узор біресе аяғынан шығарып, біресе мынадан шығарып тоқуға болмайды. Бірыңғай сызық болып түсу керек осындай. Енді төртеуді алтау қылып аламыз қазір. Өрімнен тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, бір, екі, үш, төрт, бес болды. Алтыншы. Алтау болды. Енді немізді, узорымызды узорып шығарамыз. Мынадан жей алып қойдық. Екі, үш, төртеу, бесеу, узорымыз 1, 2, 3, 4, 5, 6 болды. Енді узор шығарамыз. Узордың жібі өзгермейді. Узор болып кете беру керек. Сызық болып түседі өзі. Дәл өстіп тоқи береміз. 1, 2, 3, 4 жібіміз тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алтау болды. Енді узорымызды тоқимыз. Узорымыз астынан алып атамыз. Астынан алсақ, бетіне сызық болып түседі. Осылай тоқи береміз. Мен көбейіп келеді. Біреу, екеу, үшеу бүйтіп көтеріп келеді. Бүйтіп айналдырып нараға келіп бекітеміз. Арай тағы бірге тоқимыз сосын. Ең бастысы мына сызығымыз осындай узор болып түссін. Ең несі сол. Нарада мен мысалға 4 жіпті 6 жіп қып тоқып шығарып атым. Енді мен мысалға 4 жіпті 6 қыл десе, мен 6 шығара берем да. Енді комментария жазып жүрер, 4-ді қалай 6 қылып атырмыз деп.
мінекей мына жерден аламын, мынадан. Біреу, дәл осы жерден тағыламын. Екеу. Келесі өрімнен аламын. Үшеу. Келесі өрімнен аламын. Төртеу. Дәл осы жерден аламын. Бесеу. Келесі менде мынандай ұзыр түседі. Жоқ, алтыншысын аламын. Алтау болды. Енді ұзырын аламын. Ұзырмен аяқталады. Ұзырым шықты. Енді бекітем. Бекіткенім менің аяқтағы өрімге бір өрім болып саналады. 1, 2, 3. Енді алтау тоғып шығамыз. Алтау, ұзырды, алтау, ұзыр айналдырып тоғып шығамыз. Орын-орнына тоқимыз. Бір қатар жіп қосамыз, бір қатар орын-орнына тоқимыз. 2 болды. Орын-орнына тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 болды. Ұзырды орнына тоқыдым. Осылай 1, 2, 3, 4, 5, 6 ұзырды тоқимыз. Айналдырып орын-орнына тоқып шықтылық. Енді мынандай мошақ салып тоқсаңыз да болады. Ол үшін мынандай менде мынадай дайыны бар. Егерде сіздер бұндай дайын таппасаңыздар, немен жаңа 8-ді 6-лық мошақтар бар ғой, солардан алсаңыз болады. Әр ненің гүлдің арасын 3 жіп, 4 жіп тастап кетеміз, тоқып аламыз, содан кейін барып мошақ тоқимыз. Жиі болып кетсе, не қылмайды, өстіп ішінен шығарып ала саламыз жіпті. Сіздер 8-дік 6-лық мошақ ұстаған кезде кружоктың несін азайтасыздар. Бірмен бір кетеді оған. Бірмен тоқисыздар. 1,25 екен. Менде дайын ғой. Не қыла береді. Көз үлкен менкінің. Өте береді. Өткізіп алдық. Сөйтеміз да, енді кружокқа жіп білеміз дағына. Келесі өрімнен кружокты ауыстырып, келесі өрімнен жұмысшымызды өткізіп, екеуін бір тоқи береміз. Әр гүлдің арасына 3-ден, 4-ден екеуін тоқыдым. 3-еу, 4-шіге не саламыз енді. Мошақ саламыз. Екеуін бір тоқып аламыз да, осы жерде бір тоқып алып барып қойсақ та болады. Тоқымай тұрып кружогымызға мошағымызды іліп алсақ та болады. Мына жұмыс жіпті несінен өткізіп береміз. Мошақ ілінеді. Сөйтіп бағанағы 3 жібімізді тоқи береміз ары қарай. Мошақтың ыңғайына қарай. Ал жасылды қалай қою керек екенін көрсеттім. Мошақты қалай салу керек екенін көрсеттім. Осылай мошақ салуға да болады. Енді гүл салуды көрсетем. Сосын осының басқа түрі бар тағы тоқылу жолы. Ұзорды шығармаймыз, одан басқа ұзор шығарамыз.
Сондай тағы бір түрі бар, оны да көрсететін боламын осы сабақтың үстінде. Тоқып келдім, мынандай шеңбер болды, бір түрі болды. Енді бұны айналдырып, жай тоқыспен, жасылмен, өйткені жасылмен гүлдің жапырағын шығарамыз. Неге әр өрімнен осылай бүйтіп алып, өстіп екеуін бүйтіп тоқып жатырмын. Жай тоқыспен айналдырып тоқып шығамыз, содан кейін барып жапырақ шығарамыз, сосын роза гүлін шығарамыз, осылай тоқып кетіп жатырмын. Сіздер де осылай жай тоқыспен осылай тоқысаңыздар болады. Әр гүлге, бұл роза гүлге осылай, басқа гүлге басқаша. Дәл өстіп әр бір өрімнен жасылды айналдырып тоқып шығамыз. Дәл мынандай тоқып шығамыз. Айналдырып тоқып дейік, мына жерге дейін. Енді мынандай жапырақ тоқимыз. Оны қалай тоқимыз? Жаңа айналдырып бір жасылды жүріп алдық қой, мынандай, жүріп келгеннен кейін күршігімізді бір жіп қалады ғой, бір жіп қалған кезде оны жоғары қарай 4 көтеріп аламыз. 1, 2, 3, 4 көтеріп алдық. Сөйтеміз дағыны мынаның тұсындағы мына қатарға барып, мына жер ұзыр болғасын, мынандай болып тұр. Енді мен мынадан алам. Так, мынадан алайын, мынау несі ғой. Міне осы бірінші қатар, екінші қатардан алам, өзінің тұсындағы астынан бетіп кіргізіп алмаймын, арғы беті жасыл болып қалады. Бер бетінде бір қабатынан алып, жұмысып шығарам дағыны. Екеуін кружокта бір жіп бар ғой, екеуін бетіп бір тоқып алам. Сөйтем дағыны, мынаның асты қуыс болады, мына жасылдың асты, жапырақтың асты қуыс. Осы қадан кружокты өткізіп жұмысып шығарып аламын да, жай тоқыспен бір тоқып алам. Енді бір тоқып алдым. Енді арғарай 4 рет тоқимын, кружокқа жіп іліп. Міне кружокқа жіпті ілдім, жұмысып шығардым, үшеуін бір тоқимын. 1, 2, 3, 4 тоқыдым. Кружокқа жіп іліп арқылы 4 тоқыдым. Сосын жай тоқыспен тағы бір тоқып жіберем, соңын басында бір, аяғында бір. Сөйтем да келесі өрімге барып, келесі өріміз осыған барып бетіп бір тоқып қоям да, жоғары қарай 4 көтерем. 1, 2, 3, 4 көтердім. Енді барамыз да, келесі жапырақты шығарамыз. Келесі жапырақты шығару үшін мына жерде бір жіп тастап кетеміз. Арқаны тастап кетемін. Орада бір өрім көтеріп алып тастайтынымыз. Бір жіп бар орада. Бір жіп тастап кетеміз. Ол жаңа бір тоққан жіпіміздің тұсындағы өзінің жібі. Мына келесі өрімдегі жіптің екінші қатарынан жұмыс жіпті өткізіп, осылай бір тоқып аламда, содан кейін айналдырып, жаңағы мына жапырағымыздың астынан жұмыс жіпті шығарып, бір тоқып аламын. Енді кружокқа жіптіліп 4 рет тоқимыз. Үшеуін бір тоқимын. 1, 2, 3, 4. Төртеу тоқимыз да, осылай төртеу тоқимыз да, сосын кружокқа жіп ілмей жай тоқыспен бір тоқимыз. Басында да бірінші жай тоқыспен бір тоқып алдық, кружокқа жіптілмей. Енді келесі өріміміз мынау. Осы жерден бұла қарай мен енді 7 жіп алып жатырмын. Сіздер өздеріңіз білесіздер, менікі сирек болып кетсе, сіздер 7 жіпті азайтып алыңыздар. Сирек десеңдер, жиі десеңдер 8-9 жіп аласыздар. Өз еріктеріңіз. Бір тоқыдым. Жай тоқыспен тоқимын, кружокқа жіп іліп жатқан жоқпын. Жай тоқыс. 2,
үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Міне жетіншіні жоғары қарай 4 жібіт көтереміз. 1, 2, 3, 4. Жетеміз дағына осының тұсындағы, мынау біздің мынау ғой енді. Мынау асты, мынадан аламын, тұсындағыдан алам, шамалы. Былай өзгерістер болады. Өйткені енді осыны бір тоқып аламын. Жетемізді жай тоғыспен астынан жұмысып шығарып аламыз да, жай тоғыспен бір тоқып аламыз. Содан кейін бәрі кружокқа жіптеліп 4 рет тоқимыз. 1, үшеуін бірден тоқимын. 1, кружок жіптелем, жұмысып шығарам, үшеуін бір тоқимын. 2, кружокқа жіптелем, жұмысып шығарып алам, үшеуін бір тоқимын. 3, тағы да дәл соны жасаймын. 4 тоқып алдым. 4 рет тоқып аламын да, тағы да жай тоғыспен тоқимын. Кружокқа жіптелген жоқпын, кружокта 2 жіптіп, соны екеуін бүйтіп тоқи саламын. Бұны жай тоғыз дейміз. Енді келесі өрімге барамыз дағыны. Келесі өрім мынау тұр, келесі өрімнен бүйтіп бір тоқып аламыз. Келесі өрімнен қашықтап алып қоймаймыз. Келесі өрім осы. Жетемізді бір тоқимызда, жоғары қарай 4 көтереміз. 1, 2, 3, 4. Дәл осыны қайталай береміз де. Енді мынарада, мынадан алдық қой. Мына жіптен алдық. Мынаны тастап кетеміз, келесіден аламыз. Ортасынан бір жіп тастап кетіп алып жатырмын. Өйткені мынарада бір өрім тоқып алдық. Ол соның тұсы. Келесі өрімнің тұсы мынау. Сондықтан осы жерден алып жатырмын. Міне жұмыс жіпті өткіземін да, кружокта бір жіп бар, екеуін бүйтіп тоқи саламын. Сөйтіп айналдырып аламыз да, тағы да бір жай тоғыспен тоқып аламыз. Кружокқа жіп ілмей, жай тоғыспен тоқып аламыз. Жапырақтың ұш жағы жіңішке болады, сондықтан кружокқа жіп ілмей тоқып алдық. Енді кружокқа жіп іліп, жұмыс жіп шығарып, тур жағағын қайталап жатырмыз. Жұмыс жіп шығарып, үшеуін бір тоқимыз. 1, 2, 3, кружокқа жіптелем, жұмыс жіп шығарам. 4 болды ма? Соны алайық. 4 болыпты. Енді 4-ден кейін жай тоғыспен осылай кружоктағы 2 жіпті тоқи салам. 3 жіп емес. Жетемізді келесі өрімнен жұмыс шығарып 7 жіпіміз тоқимыз, жапырақ, 7 жіпті тоқимыз, жапырақ, 7 жіп тоқимыз, жапырақ. Сөйтіп өсіп жапырақ шығара береміз. Мынандай болады жүкісті. Осындай болады. Енді осы жерінен роза гүл шығарамыз қазір. Сарыдан или қызылдан әркім өзі біледі қандай түстен. Негізі жасылда сары ашады. Ал айналдырып тоқып, бастаған жерімізге дейін келейік. Ары қарай бірге тоқимыз. Енді гүл тоқуды көрсетейін. Мына тұрған 1, 2, 3, 4, 5, 11 жіп жоғары қарай көтергенде шыққанна. Мынау 15 жіппен көтерген, мынау 14 жіппен көтерген. Енді сіздерге қайсысы ұнайды? Дәу қылғыңыз келе ме, жоқ мынандай қылғыңыз келе ме? Қазір мен жолын көрсетемін. Сол несімен 15 алсаңыз мынандай гүл шығады, 14 алсаңыз мынандай гүл шығады, мыналар 11 мен шыққандар. Енді қайсысы сізге ұнайды, соныменен тоқитын боласыз. Енді мына жерде мен алып қалып отырмын, жапырақ салмай, гүлдің өзін де тоқып көрейік. Қалай болады екен деп. Ана аяғына жапырақ салынған мінекей. Енді жапырақтың ішінен гүл шығарып, қалай шығару керек екенін көрсетіп жіберейін. Енді мынаның өзінен іліп алып тоқсақ та болады. И былай тоқсақ та болады. Мынаны өте қысқа қылып аламыз. Сосын айтпақшы, мен қазір мыналарды мен 40 жасап жатырмын. 40 нарадан тоқып, келесіні
жасай берсеңіздер де болады. Мына жасылдың үстінен сары тоқып кетесіздер. Арғы бетінен көрмей тоқып кетсеңіз де болады. Сосын мынаны мен бүйтіп алып қалдым. Неге? Өйткені бізде мына тоққан кезде өзі ширатылып келеді. Мынау өзі ширатылып артынан келеді. Енді мынау бүйтіп не қозғалып кетпеу үшін саған мынандай жалпақтықта керек болса, осыны инемен, пластмасс инеміз бар ғой, сонымен арғы бетінен мынау іліп тоқтатып қоямыз. Осылай тұра бергенде де болады, бірақ бұлар андай неде өзгеріп кетуі мүмкін да. Мынау биғай шығып кетуі мүмкін. Сол үшін солай ақ қойсақ та болады. Енді гүлді тоқып көрсетейін. Так, мінекей мына арадан өзінен ортадан нарадағы бір жібіміз бар еді ғой, сорадан алсақ та болады. Мен бірақ ол жерден алмадым, өйткені неге мынаны бүктеп көрсеткенде ертең күл болып тұрсын деп, иә. Біреулер жаңа күл тұра ма көрсетші дейтіндер болады. Заказ солай түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан мен лаж болса мына арадағы мына тұстардан алып жатырмын. Осы тұстардан алып жатырмын. Үшіміз басшыма жуандау. Так, осылай бастап кетсеңіз де болады. Бірақ ана қазір тағы бір жолын көрсетем. Солай бастасаң да болады. Мына қысқа сарыны осылай айқастыру арқылы. Мына 2-3 марта айқастырып тоқып жібересіз. Содан кейін қысқа жіпті қырқып тастай саласыз. Мына. Бұны әр жерде бір пайдалануыңызға болады. Біліп алған жақсы. Моншақты мысалға осылай қалпақтарға осылай моншақ қондыруға болады. Бұл бір түрі. Енді негізі мен былай қондырып жатырмын, бірақ аналарды. Кольцо жасайсыз да, бірақ кольцо мына кішкентай қысқа қылып аласыз ғой, жіпті рас бағмай. Сосын қалдық жіпті не істейміз дейсіздер ғой. Вот қалдық жіпті осыған пайдалансаңыздар болады. Мынау қызыл, сары, жасыл қылып неше түрлі қылып жасай беруге де болады. Қалған қандай жібіңіз қалдық жіп бар, соны соған гүл қылып жіберсеңіз болады. Кольцо жасаймыз дағыны жұмыс жіпті өткізіп аламыз да, мынаны бүйте саласыз. Бұдан да қысқа қылып жіберсеңіздер тіпті жақсы. Мен қолыма бір ұстаппын. Бірау деймін. Осылай жұмыс жіппен бір тоқып аламыз. Кольцодан тоқыдым. Енді бүйтіп тарта саламыз. Мынаны қысқалау қылып алыңыздар. Енді мына жерден жаңа айттым ғой. Мына жерден осыны былай өткізіп аламыз. Сөйтеміз де. Бұнда да мына қысқа жіпті шамалы айқастырып, бір-екі іліп тоқып жібереміз, мықты болу үшін. 11 рет көтереміз. 2. Енді мынаны қажет жоқ, қырып тастаймыз. 3 көтердік. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 көтеріп алдым. Енді мына тұрған бірінші өрімді тоқымаймыз. Екінші өрімнен бастап аламыз. Біріншісін жай өсіп, жай тоқыспен бір тоқып аламыз. Осылай бір тоқып аламыз. Бір жерден 3 рет тоқимыз. Мен бір рет тоқыдық. Келесінің бәрін кружокқа жібілу арқылы тоқимыз. Дәл сол жерден алып жатырмын. Бір жерден 3 рет аламыз. 2 тоқылды. Кружокқа жіптелем. 3-шісін тоқимын. 3-ін тоқып алдық. Кружокқа жіптелеміз да келесі өрімнен аламыз. Келесі өрімнен бір жерден 3 рет тоқимыз. 3, 1. 3, 1 тоқим. 2 рет алдық. Кружокқа жіптелем. Дәл сол жерден 3-шісін алам. Әр өрім сайын
осылай тоқып барамыз. Ширатылып өзі сіздің артыңыздан гүл болып келеді. Әр өрім сайын надан 3 рет, надан 3 рет, надан 3 рет. Жаңа мен көрсеткендей қылып алып тоқимыз. Мынадай болып шықты. Енді бағана бірінші осы 11 рет жоғары қарай көтерген жасылымыз бар емес па? Сол жерден жұмыс шығарамыз да, кружоктағы жіптен өткізіп жіберіп, соraға бекіте саламыз. Бірінші бастаған жасыл жіптен бастадық қой, жоғары қарай 11 жіпті көтеріп, соraған жұмыс жіпті шығарып, кружоктағы жіптен өткізіп, осындай бекіте саламыз. Енді осыны ине жіппенен арқайы тоқтататын боламыз. Жаңа мен айтқандай мынаны осылай түсіріп алып, бүйтіп бір түгел өткізіп алып тігіп да болады. Ал былай өзін тіге салам десеңіз, өзін тіге салсаңыз да болады. Бұл ширатылып, не қылмайды, тұра береді осылай. Так, міне осылай болады. Енді мынаяғына тоқып көрейік. Мынандай жапырақ салмай-ақ мынандай тоқуға да болады екен. Енді мына жерде мен мысалға бекіттім. Мынаны да сондай бекітеміз. Сол кезде мынандай болып, ортасы былай көтеріліп тұрмайды да, мынау былай болып тұру үшін астын қосып тігеміз. Сол кезде мынандай дөңгеленіп тұрады. Ол үшін мен мынандай бекіттік қой. Мына жерде мен әлі бекітпеппін мынаны. Жоқ, бекітілген. Так, бекітіліпті. Бекітіп болғаннан кейін осы мына жұмыс жіппен, қысқа жіпімізбен мынаны бәрін қосып, мына болады мынау. Так. Оны тәпішке тоқимыз бірмен. Бүйтіп астынан бәрін қосып, жұмыс жіпті бір өткізіп аламыз. Сол кезде ол осылай домалақ күйге қалады. Осылай болып қалады. Мынандай орта көтеріліп кетеді. Мынау бекітілмеген ғой, орта көтеріліп тұр. Осыны көтерілмеу үшін жаңағыдай қыламыз. Бүйтіп жасап аламыз, қолдан шамалы тарқатып, сөйтеміз да астын бекітіп тастаймыз. Қосып. Сөйтеміз да мына кружоктың бірін алып аламыз да, содан кейін жасыра саламыз. Жіптерді жасырып, мына гүлдің астынан әрі бері өткізе берсек болады. Көрінбейді. Бір-екі былай қарай өткізіп алайық. Содан кейін гүлдің өзінен өткізіп берсек те болады. Мінекей 2 рет өткізіп алдық. Енді гүлдіге жасыра салуға болады. Өткіземіз да, сосын қырып тастай саламыз. Тарқатылып кетпейтіндей жасыра салсақ болды. Енді қырқа саламыз қаншымен. Сол кезде мынандай болып тұрады. Мынандай көтеріліп кетпейді. Сөйтіп бекітіп шығамыз. Мына жіптің бәрімен сөйтіп айналдырып бекітіп шығамыз. Мына арадан да шығарсаңыздар да болады. Мына жақтан жасыл жапырақсыз шығарсаңыздар да болады. Қазір бәрін тоқып болғаннан кейін көрсетемін. Мынадай гүл болады. Мына араларда да гүл болады. Өйткені әлі тоқылмаған ғой. Сондықтан ол жерде де гүл болады. Мына жіптің бәрін жаңадай жасып тастаймыз. Осылай тоқи берсеңіз де болады. Егер де сізге мынаны бекіту, былай астынан бекіту қиын болып жатса, мынаны мен уже бекітіп қойдым, бірақ көрсете салайын. Былай бекіттім. Мынадан аламын, сөйтімді жұмыс шығарып алдым. Сөйтімді былай шығарып алдым. Сөйтімді мынаяқтан қайтадан жұмысты
былай қарай шығарып алдым. Мінекей. Сөйтіп осы жерге бекітіп жасыра саласыздар. Бағана артынан бекітуді көрсетпеймін ғой. Мынау шамалы жеңілдеу сияқты екен. Осылай бекітесіңіздер болады. Сөйтіп мынаны жасыра саласыздар. Арғы бетке өтіп кетпейтін жасыра салсаңыздар болды. Өстіп жасырамыз. Енді мынау жасылдың үстіне қонған гүлдеріміз. Мынау 15 жіптен жасағандарымыз, қалған бәрі 11 жіптен жасалған. 15 рет жоғарғы көтергенде мынадай болды. Дәу болады екен, осындай қылам десеңіздер. Ал қалғандардың бәрі 11 жоғары қарай 11 жіптен көтерілгені. Мыналар, мына жапырақ салмай тоққандағымыз. Жапырақ салмай тоққандағы мынандай. Аналар жапырақ салғандағы тоқыз. Қайсы ұнайды, сонысымен тоқсаңыздар болады. Мінекей, мынадай болады. Осындай болады екен. Бұл чайниктің астының размері. Мынаның несі 23 болды. Мынау бұл да тура соның размері, бірақ мошақпен көмкерілген бұл. Мошақпен көмкерілген. Бұлай. Негізі мошақ өнімді ма деп қалдым. Тез бітеді екен мошақ. Мынадай болады. Мына мошақпен тез бітеді екен, соны байқап қалдым. Ана гүл қолды көп ұстайды екен.